Барлығыңызға сәлем. Бүгін итальяндық лазанья тағамын дайындаймыз. Сіздерге ең оңай жолын көрсетемін. Ең алдымен біз болонезе соусын жасаймыз. Ол үшін пияз бен сарымсақты осылай ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған табаға 4 ас қасық зайтун май құямыз. Пияз бен сарымсақты салып, сарғайғанша жақсылап қуырамыз. Тартылған етті саламыз. Осылай қасықпен ұсақтап езуіміз қажет. Жақсылап қуырып аламыз. Сосын 5 минут қақпағын жауып қоямыз. Одан кейін қызанақтарымызды қабығынан тазартып, блендердан өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тағы да 10 минут қақпағын жауып қоямыз. Одан кейін бір үлкен қасық томат пастасын саламыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш саламыз. Одан кейін жарты стакан ыстық суды саламыз. Араластырғаннан кейін 5 минут тағы да қақпағын жауып күтіп тұрамыз. 5 минуттан кейін астын өшіреміз. Ал енді бешамел соусын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа сары майды салып ерітеміз. Ерігеннен кейін 3 үлкен қасық ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Сүтті аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырамыз. Біздің соусымызда ешқандай артық түйіршіктер болмау керек. Қалған сүтті құйғаннан кейін баяу отта үздіксіз араластырып отырамыз. Тұз және қара бұрыш саламыз. Қоюланғанша отта ұстаймыз. Қоюланғаннан кейін астын өшіреміз. Формаға ең алдымен бешамел соусын жағып аламыз. Оның үстіне қамырды қоямыз. Менің алған қамырым лазаньяға арналған қамыр емес. Дүкеннен жоқ екен. Лазаньяға арналған қамыр ұзын және үлкен болады. Осы суреттегіндей. Осындай құрапта болады. Супермаркеттерде сатылады. Егер осыдан алып жасасаңыздар, өте оңай және тез бітеді. Осылай рет-ретімен барлығын жасап шығамыз. Менде барлығы 5 қабатты лазанья болды. Бірақ 5-ші қабатына, яғни ең үстіне тек қана бешамел соусын қоямыз. Ірімшікті қоямыз. Одан кейін 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Қамыры құрғақ болмайды, өте жұмсақ болып піседі. Бағана көрсетуді ұмытып кетіппін. Егер лазаньяға арналған қамырды таппай, осындай кішкентай қамыр алсаңыздар, пешке салғаннан 15 минуттан кейін үстіне қасықпен бір бастырып шығасыздар. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.